Құдай адамдарды өзіне шақыру үшін көбінесе нені қолданатыны жайында ойланып көрдіңіз бе? Немесе олардың назарын аудару үшін? Осы сұраққа байланысты кең көлемді сауалнама жүргізілді. Және төмендегідей жайт анықталды. Мәсіхті қабылдау шешіміне адамға не нәрсе әсер етеді? Нәтижесі таңғаларлық. 70%-дан астамы оларға қызығушылық танытып, өмірлеріне қамқорлық көрсеткен нақты адамды атады. Сол себептен олар сенімге және Мәсіхтің тұлғасына деген қызығушылық танытқан, яғни қарым-қатынастың арқасында. Салыстыру үшін айтатынымды құнсыз еткім келмейді, бірақ сіздер жағдайдың шын мәнісін қандай екендігін түсінулеріңіз керек. Мәсіхшілік радио, телебағдарлама және кітапшаларды бірге қосқанда, адамның Мәсіхті қабылдауға деген шешіміне ықпалы 0,5%-дан төмен көрсеткішті құрайды. Адамдардың назарын жақын қарым-қатынас аударады. Біреу маған деген қызығушылығын танытты, мен біреу үшін бәрібір емес екем. Олар осыған көздері жетпейінше, сіздің біліміңіз олар үшін қызықты емес. Олардың сіздер үшін маңызды екеніне сенбей тұрып, сіздің не нәрсеге сенетініңіз маңызды емес. Адамдардың жүректері ақиқатты естуге осылайша әсер етеді. Сонымен 86% адамдар мәсіхшілерді шынайы өмірден тасаланған жәдігөйлер деп есептейді. Біздің өмір сүру салтымыз адамдардың Мәсіхке келуіне деген басты кедергі. Бар болғаны 20% қауымға барушылар сол жерден сүйіспеншілікті байқайтынын айтады. Мәссаған. 50%-дан кем қауымға келушілер қауым шартсыз сүйіспеншілікті көрсететінін айтады. Жақын қарым-қатынастың маңыздылығын асыра бағалау қиын. Елші Паул былай деген: себебі біз сендерге ізгі хабарды сөзбен ғана емес, қалай әрекет еткенімізді өздерің білесіңдер. Біздің маңайымыздағы адамдар, бірінші, біздің сүйіспеншілігімізді сезіну керек, және екінші, бізден ақиқат жайында естулері керек. Осы екеуінің арасында тепе-теңдік ұсталуы қажет. Сіздердің маңайыңыздағы адамдар тек қана ақиқатты естіп қоймай, соны олармен қарым-қатынастарыңызда көреді деп үміттенемін.